Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Отбасыны және қоғамды ұйыстыратын құндылықтарды, ұлттық бірегейлікті нығайту, қазақ халқының ұлттық дәстүрлерін насихаттау мақсатында Наурыз ұлыстың ұлы күні атты тарихи танымдық шарамызды назарларыңызға ұсынамыз. Наурыз табиғаттың қайта түлеп, тіршілік атаулының жаңаратын кезі, сан ғасырлық тарихы бар. Ұлыстың ұлы күні Орта Азия халықтарының жаңа жылы саналады. Наурызда Самарқанның көктасы да жібейді деген сөздің астарында үлкен мән жатыр. Наурыз тек күн мен түннің теңесіп, тіршілік атаулыға жан бітетін мейрам ғана емес, бұл тірлік пен еңбектің, мейірімділік пен ізгіліктің, достық пен татулықтың мерекесі. Қазақ Наурызды жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы деп күткен. Қыстан қалған соғымын, сыбағасын асып, ағайын туысты қонақ қылып, хал сұрасып көріскен. Әр үйдің келіндері үлкендерге сәлем беріп, батасын алып, Наурызға арнап дастархан жайған. Ақ мол болсын, жыл тоқшылықпен өтсін деп, 7 түрлі дәмнен Наурыз көже пісіріп, құрт, айран, қымыз секілді ақ тағамдарды көптеп қойған. Енді сіздердің назарларыңызға қазақтың күні бүгінге дейін ұстанып келе жатырған және ұмыт бола бастаған салт дәстүрлеріне тоқталатын боламыз. Көрісу күні. Бұл күні жұрт бір-бірімен ұлыстың алғашқы күнімен құттықтап, төс қағыстырып, сәлемдесіп, көрісу рәсімін жасаған. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақ мол болсын, ұлыс оң болсын, жаңа жыл құтты болсын деп бірін-бірі құттықтаған, бір-бірімен араздасқан адамдар өзара кешірім сұрасып, арасы алыстаған ағайын жақындасатын күн. Жайлау күні. Айнала табиғатпен біте қайнасып, өмір сүрген қазақ халқы жаратылысты аялау мақсатында адамдар үй жайын, аулаларын сыпырып, қардан, қоқыстан тазартқан, реніштерін кешіріп, бірін-бірі қонаққа, серуенге қыдыруға шақырған. Шежіре күні. Бұл күні жұртшылық мал сойып, шелпек пісіріп, өткен-кеткен ата-бабаларына Құран бағыштайды. Ағайын туған, көрші қолаң, таяуда ғана жақыннан айырылған отбасылардың үйіне барып, көңіл айтып, дастарханнан дәм татады. Тарихқа тағзым күні. Өскелең ұрпақтың санасына ұлттық құндылықтарымызды сіңіру, оларды ұлттық рухпен тәрбиелеу, сондай-ақ тарихын білуге, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікті арттыру мақсатында үлкендерге құрмет, кішілерге ізет танытуды жадына сақтау үшін ата-бабалар ерліктерін өнеге етіп отырған. Ата-бабаларына ас беріп, салттың сақталуын жадыларынан шығармаған. Игі істер күні. Бұл күні әр адам мүмкіндігі келетін бір жақсы іс жасайды. Әрбір отбасы әруақтар құрметіне садақа беріп, дұға оқып, еске алады. Үйлерінде 7 шелпек пісіріп таратады. Шымырлық пен шеберлік күні. Бұл күні ұлттық спортқа арналады. Жер-жерлерде көкпар, бәйге, қыз қуу, жамбы ату, аударыспақ ұйымдастырылады. Ал балалардың асық ату, ләңгі, тоғызқұмалақ, дойбы, арқан тартыс, қап кию жарысу, жаяу тартыс, садақ ату, күрес, ақсерек пен көксерек, тағы басқа спорттық ойындар ойнаған. Зияткерлік күні. Бұл күні балалардың зияткерлік әуелетін, ақыл ойын дамыту мақсатында мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, жырлар мен эпостардан үзінділер айтылады. Ұлттық тағамдар күні. Бұл күні әр үйдің дастарханында ұлттық тағамдар самсап тұрады. Қазақ ас мәзіріндегі көптеген тағам түрлері әзірленеді. Көже молшылықтың, бауырсақ бірлік пен бауырластықтың белгісі. Әр үй 7 адамға наурыз көже ішкізуге тиіс. Ұлыстың ұлы күні. Таңмен таласа, барлығы күн шапағын қарсы алатын 10 сағаттық бастаңғы таңды қарсы алу шарасы өткізіледі. Онда жұртшылық наурыз мейрамына арнайын дайындалатын ұлттық тағамдардан дәм таталады. Жоралғы күні. Бұл мейрамда ата-анаға жақын туған туысқа сый-сияпат жасап, қуанышқа бөлейді. Әркім 7 адамды қуантуға тиістелінген. Ата-әжелер немере шөберелеріне сыйлық таратады. Ата-аналар балаларына жолдық сыйлайды.
ауылдарда төлдер той өткізіледі. Сонымен қатар перзентханадағы ұл тапқан келіншекке үлпершек сыйлау, қыз тапқандарға гүл, бесік және басқа да сыйлықтар берілуі тиіс. Ұлға бәсіре, қызға жасау атау дәстүрі насихатталған. Қыстың қыспағынан құтылып, арқа бас кеңейетін, мейрам шаттыққа кенелетін, осынау жайдарман шаққа жеткен әрбір жанды шығыстың жаңа жылымен құттықтаймын. Наурыздың өзіне тән салтына бағына отырып, әрбіріміз өткен жылғы өкпемізді ұмытып татуласайық. Үлкендерден ақ батасын алып, бір-бірімізге ізгі тілек айтайық. Наурызда айтылған барлық жақсы тілектер орындалады. Шарамызды қорытындылай келе, Наурыз мейрамы баршаңызға құт береке әкелсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын.